Аяулы ана. Әр отбасында әр баланың мінезі әр түрлі болары сөзсіз. Мадияр да сол секілді отбасының ерекше мүшесі. Әкесі ерте қайтыс болып, үйдің тұңғышы болған соң, артында қалған 3 қарындасына және анасын асырау міндеті мойнына артылып, ерте бастан қара жұмыс істеп, өмір ерте есеткен соң ба, әйтеуір өте тұйық. Жан баласына жақ ашып, тіл қатуы қиынның қиыны. Әкесі де қанша жыл құрылыс жұмыстарын істеп, отбасын асырап жүруші еді. Мадияр 10-шы сынып оқып жүргенде әкесі апаттан көз жұмды. Анасы жұмысқа жарамайды. Жай ғана тұмауратып, ауырып, жамбасынан ине ектіремін деп, медбикенің қателігінің кесірінен бір аяғы істемей қалған. Балдақпен әрең жүреді. Үйдің бар тіршілігі қыздардың үлкені Назымның міндеті болса, шығыны Мадиярдың мойнында. Ал қалған 2 қыз, Әлия мен Ғалия, әлі ойын баласы. Аналары толғанай, қарап отырмай, тігіншілікпен айналысып, аз-маз тапсырыс алып, шай пұлын тауып отыратын. Дегенмен 4 баланың мектеп шығындары бар. Киім-кешек дегендей. Жеп-жер ас-су қажет. Қыстың күні жылынатын отын, көмірі тағы бар. Сол себепті Мадияр сабағын жиыстырып, өзінен бір шама жас үлкен ауылының ер азаматтарымен құрылыс жұмыстарын істеп жүрді. Атам қазақ, жетім көрсең жебей жүр деуші еді. Бұлар керісінше, жас баланың аңғалдығын пайдаланып, өздерінен 2 есе аз ақы төлеп, үстіндегісін өздері бөлісіп отырды. Онысымен қоймай, ең ауыр жұмыстарды Мадиярға жүктеп қоятын. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам демекші, уақыты жетіп, Мадияр шындықты біліп, бас көтеріп, өз құқығын қорғамақ болды. Алайда өзінен үлкен еңгезердей 4 көкесі қарап тұрсын ба? Оның өзін сабап, бір тиында еңбек ақысын бермей, қуып жіберді. Таяқ жеген көрген анасының жүрегі езіліп, баласының азабына шыдай алмай, біраз мазасызданды. Ұлынан не болғанын сұрағысы келгенмен, тіс жарып ештеңе айтпайтынын білгендіктен үндемей қоя салды. Мадиярдың жұмыс істеп жатқанына 1 айға жуықтап қалған болатын. Коммуналдық қызметтердің квитанциясы тізіліп тұр. Қаптағы ұнның да түбі көрініп қалған. Бар сенгені ұлының еңбек ақысы еді. Шыдай алмай, ұлының бригадирі Әсеттің үйіне балдақпен сүйретіле әрең жетті. Қақпасын қағып еді, әйелі шығып, үйде жоқ екенін айтты. Әйелінің сөзінің өтірік екенін жақсы білетін толғанай, баса көктеп үйге кірді. Оңбаған Әсет, шық қане сыртқа, істеген істеңе жауап бер. Әй, мен саған жоқ деген едім ғой. Немене айқайлап тұрсың? Шық қане үйімнен. Сен араласпа. Мен мұнда ұлымның адал еңбек ақысын сұрауға келдім. Сенің қатысың жоқ. Араласпай жөніңе тұр. Қорқақ неме, шық деймін. Арсыз оңбаған. Толғанайдың біраз сөздері сүйегінен өтіп кеткен еркек сымақ бір кезде сыртқа шықты. Әй қатын, неменеге үйіме келіп аузыңа келгенді оттап тұрсың? Не болды соншама? Сен өзі қандай адамсың? Жетімнің ақысын жеуге Құдайдан қорықпайсың ба? Есе құсатып жұмсағаның аздай, баламды ұрып соғып, жұмысының ақысын бермегенің қалай? Солай істесем, демек, ұлың соған лайықты. Ұятсыз, айтып тұрғанын қарашы. Дереу ұлымның еңбек ақысын бер. Әйтпесе не? Қолыңнан не келеді сенің? Жоғалт көзіңді, бір тиын бермеймін. Баламның адал маңдай термен тапқан еңбегінің ақысын алмай, ешқайда кетпеймін. Мен саған құры дедім. Салдақы неме. Әсет мүгедек әйелді күштеп итеріп, қақпадан шығарып жіберді. Мұндай әділетсіздікке бейбақ әйел шыдай алмады. Ашу үстінде лағнет айтып, қарғап қойды. Оңбаған, Құдай жазаңды берсін. Сол ақшаны бала-шағаң жаназаңа істетсін. Толғанай ашу үстінде не айтып, не қойғанын өзі байқамаған болатын. Бірақ
Жүйелі қарғыс иесін табар деп бекер айтпаған ғой. Бір апта өтер өтпес Әсет шатырдан құлап қайтыс болыпты деген суық хабарды естігенде төбесінен найзағай түскендей болды. Сол кезде ғана айтқан сөздеріне өкініп, Құдайдан кешірім сұрап жалбарынды. Біраз уақытқа дейін ар азабы тыныштық бермеді. Мадияр негізі әкесінің көшірмесі секілді. Кез келген істі домалатып алып кете алады. Әкесі достары бас қоса қалса болды, үнемі қолға салып кәуап жасататын. Отбасына арнап кейде өзін үйінде де жасаушы еді. Әкесінің көзін көрген сыныптасы Хамит шағын дәмхана ашқан болатын. Бірақ кәуапшыларына үнемі көңілі толмай, тұтынушылары да риза болмай, ісі алға домаламай қойған соң Мадиярға жұмыс ұсынды. Әкесінің жанында жүріп көрген білгені болған соң, ойланбай бірден келісе кетті. Сол күннен бастап Хамиттің дәмханасына келушілер саны күннен күнге өсе берді. Кәуапқа сұраныс артып, жеген адам аузының суы ағып мақтай кететін. Алғыс әрі достық парызы ретінде Хамит Мадиярға бұрынғы жұмысшыларына қарағанда көптеу жалақы төлеп отырды. Күнде қаншама адамның алғысын естіп, қошеметіне бөлену Мадиярдың жұмысқа деген құлшынысын арттыра түсті. Тіпті бірнеше жаңа түрін ойлап тапты. Аса ауыр емес, жалақысы көп болған соң біраз жыл жұмыс атқарды. Одан бөлек той жиын бола қалса, ауыл тұрғындары үйлеріне шақыртып қосымша қаражат тауып отырды. Қарындасы Назымда оқудан соң ағасының жанында даяршы болып жұмыс жасап жүрді. Бірнеше жыл толғанай ақша жиып жүрді. 3 бөлмелі үйдің жанынан тағы да үлкен 4 бөлме қосып, жаңадан там салды. Ол үйді де Мадияр кейде достарының асарлатуымен, кейде жалғыз өзі қарындастарының көмегімен соғып тұрғызды. Қорған салды. Қарындастарын оқытты, тоқытты. Қатарынан кем қылмай, өзін шетке сырып қойып, 3 қарындасын да елден кем қылмай ұзату тойларын істеп, құтты орындарына қондырды. Жасы 30-дан асса да үйленуге асығар емес. Балам-ау, жетер енді. Айта-айта шаршадым. Қашан үйленесің? Жасың 30-дан асты. Үйде жалғыз қалып, әбден мезі болдым. Ас суымды дайындайтын, мұңайғанда сырласатын бір келін алып келсеңші. Түх, апа, мен де сізге айттым ғой, асықпаңыз, үйленемін. Қашан? 40-қа келгенде ме? Сенің қатарластарыңның 3-4-тен балдары бар. Кейбіреулерінің алды мектепке барып қалған. Қашан үйленесің? Қашан немере сүйгізесің? Немерелерімді көре алмай, өліп кеткенімді қалайсың ба? Жарайды, үйленемін. Ертең-ақ алып келемін. Негізі, дәмханада өзіне ұнайтын тәтті даяршы қыз бар болатын. Иманды, артық сөзі жоқ, ісі жоқ, өте қарапайым қыз. Көңіл білдіргендей әңгіме айтып еді, қыз да кетер емес секілді. Анасына көптен күткен қуанышты хабарын айтты. Анасы қарындастары жинала тойдың қамына кірісіп кетті. Толғанайдың қыздары өте тәрбиелі. Еңбекқор, барған жерінің бағын ашқан келін болғандықтан құда-құдағилары бірі соятын малын, бірі тәттісін, енді бірі қомақты қаржылай сыйлықтарын беріп, ризашылықтарын білдіріп, ілтипат көрсетті. Толғанайдың төркіні де аянып қалған жоқ. Мадиярдың пейіліне жараса, бүкіл зат ағыл-тегіл болып, ауылдың тойларының алды болды. Сүйіктісі Айнұрды жар етіп, ақ некелері қиылды. Тең-теңмен, тезек қабымен дегендей, Айнұрдың отбасы да өздері секілді асып-тасып жатқан дүниесі жоқ, өз күндерін әзер көріп жүрген жандар. Айнұр медицина бойынша жоғарғы оқу орнын аяқтаған. Бірақ отбасы қиналып жүрген соң, сабаққа бармай жұмыс істеп, ақшамен бітіріп, қарапайым тілмен айтқанда дипломды сатып алған. Олай етпесе де болмас еді. Үй іші оқуының ақысын төлей алмаған соң, осылай етуге мәжбүр болған болатын. Әне-міне дегенше той өтті кетті. Толғанайдың жанарынан қуаныштан көз жастары тиылар емес. Бағына орай келіні өте тәрбиелі. Апа деп күні-түні жағдайын жасап әлекке түседі.
Күн сайын енесінің аяғына массаж жасап, соның арқасында Толғанайдың жүрісі де біраз жеңілдеп қалды. Алла тағала онсыз да кеш үйленді, көп күттірмейін деп, арада бір ай уақыт өтіп, жас келін өзінің жүкті екенін білді. Мадиярдың қуанышында шек болмады. Өміріне нағыз бақыт ене бастады. Әйелінің әрбір тілегін орындауға дайын тұрды. Перзенттерінің бақытын көрген анасы да әр минут сайын шүкіршілік етіп, Алла тағалаға ризашылық айтып отырды. Бірақ уақыт өткен сайын Айнұрдың денсаулығы сыр бере бастады. Медицинадан аз да болса хабары бар келіншек ешбір талдау сараптамадан өтпеді. Ауырғанын да білдіргісі келмеді. Өз-өзіне үй жағдайында ем жүргізіп жүре берді. Бірақ күн өткен сайын жүзі солып, реңі қашып, әлсіздене берді. Тамаққа тәбеті жоғалып, құса берді. Жүктіліктің әсерінен болар деген үмітпен ауруын асқындырып алды. Оның ауырып жүргенін байқаған Мадияр, жүктіліктің 6-шы айында қоймай сүйрелеп жүріп, бүкіл сараптамадан өткізді. Сараптама қорытындысы бәрін есеңгіретіп тастады. Айнұр бауыр ауруының ең ауыр түріне, бауыр циррозына шалдыққанын білді. Асқынған циррозды емдеу қиын. Бұл дертті емдеп жазатын әсері күшті мықты дәрі жоқ. Көптеген адамдар асқынған цирроздан қайтыс болады. Ауруы қатты асқынып кеткен. Оны емдеу мүмкін емес еді. Кез келген адамға өлеріне аз күн қалғанын білу, жан азабын сыйлары сөзсіз белгілі. Құрсағындағы сәбиінің анашым деген сөзін ести алмайтындығын, оның жүргенін, күлгенін көре алмайтындығын, онымен бірге қуаласып ойнай алмайтындығын, құмарлана иіскей алмайтынын ойлағанда ет жүрегі езіліп, еріксіз жылай беретін. Мадиярда қолынан келген ешбір көмегін аямай, баласының анасыз қалатынын, сүйгенімен мәңгілікке қош айтысатынын ойлағанда өзін қоярға жер таппай, мына кең жер бетіне сыймай кетті. Ал Айнұр түк болмағандай өмірінің соңғы күндерін бақытты етіп өткізуге бел буды. Мадияр сүйікті жарының аузынан шыққан әрбір тілегін орындауға дайын тұрды. Ана байғұс ұлы мен келіннің мұңды жүздерін көргенде жер ұра етегі жасқа толатын. Е Алла, мұншалық азаптайтындай ұлымның не күнәсі бар еді? Бармақтай бақты көп көрдің бе? Әлі дүниеге келмеген сәбидің жазығы не? Келінімнің жанын алғанша менің жанымды алшы. Тек ұлымды сүйіктісінен, немеремді анасынан айыра көрмеші Құдайым. Одан да мына менің жанымды ал. Толғанай күн сайын осылай жылағанмен Алланың әміріне қарсы тұра алмасы белгіледі. Мадияр, өтінем сенен. Бірнеше күн әке-шешемнің жанында болсам деп едім. Әрине жаным, бар. Ертең сені өзім жеткізіп саламын. Айнұр төркініне қыдырып келді. Оның дертінен хабардар әке-шешесі де әбден жүдеп, уайымнан іш құса болып жүрген болатын. Қыздарын көрген бойда екеуі кезек-кезек құшақтап, көз жастарына ерік берді. Әкешім, құрбаның болайын, бұлай жыламашы. Сіздің бұлай жылағаныңызды көріп кеткім келмейді. Өтінем, жыламаңдаршы. Сіздердің бұлай жылағандарыңызды көріп, жаным жай таба алмасы анық. Сіздердің жылағандарыңызды көруге келген жоқпын. Күлімдеген, бақытты жүздеріңізге тойып қарау үшін келдім. Бұлай жылай берсеңіздер, қайта кетемін. Мадияр, жүр кетейік. Қызым, кешірші бізді. Уәде береміз, жыламаймыз. Кетпе. Жанымызда қалшы, өтінем. Әке-шешесі дереу көз жастарын сүрте бастады. Айнұрдың іні-сіңлілерінің бұл дертінен хабары болмады. Олардың қиналып жылағанын көргісі келмегендіктен айтпауын өтінген болатын. Әкесі қорадағы қойын сойып, Мадияр кәуап пісіріп, әке-шешесімен жары Айнұр үшін өтірік күлімдеп, мәз-мейрам болып сауық сайран құрды. Алдияр, алтын бауырым менің. Әкем мен анамның тілін ал, жарай ма? Әкеме қамқор бол, бұзық болма. Оқуыңды аяқтап, жақсы жетістіктерге жетуге тырыс. Балжан, сіңілім, сен де әкем мен анама қарсы келме. Олар не айтса да екі етпей орында. Үйдің шаруасына,
анама көмектес. Үнемі жанында бол. Анамыз ауырып қалса, саған қатты ренжимін. Түсіндіңдер ме? Әпке, бір жаққа кетіп барасыз ба? Жоқ, оны қайдан шығардың? Сөздеріңіз біртүрлі. Тура бір қоштасып жатқан секілді. Жоқ, жаным ол. Мен қайда барады дейсің? Әкесі шыдай алмай сыртқа шығып кетті. Артынан Мадияр шығып, иығынан демеп жұбатуға тырысты. Әке, бекем болыңыз. Өзіңізді қолға алыңыз. Сіздің қиналғаныңызды көру Айнұрға ауыр соққы болады. Балам-ау, қайтейін. Әке үшін перзентінің өзінен бұрын көрге кіргенін көргеннен артық қасірет жоқ. Жаным шыдай алар емес. Ешкімге де оңай соғып жатқан жоқ, түсінемін сізді. Дегенмен, Айнұр үшін мықты болуға тиіспіз. Дұрыс айтасың. Тағдырдың жазуына көнгеннен басқа шарамыз бар ма? Жасыңызды сүртіңіз. Жүріңіз, ішке кірейік. Бәрі әңгіме айтып, би-билеп, әкесі қызын күлдіру үшін сайық-мазаққа айналып, Айнұрдың жүзі бақыттан бал-бұл жанды. Анасының құшағына жатып, терең-терең иіскеп тыныс алды. Жібергісі келмей, қатты құшағына қысып, ұзақ жатты. Анашым, сізге соңғы тілегім бар. Мен кеткен соң, Мадиярдың аз күнде қайта үйленуіне қарсы болмаңыздар. Қызым, не айтып тұрсың? Өтінемін, сәбиіме жақсы ана болатын жар алсын. Сәбиімнің анасыз өскенін қаламаймын. Туылғаннан ана махаббатынан жұрдай болмасын. Мен Мадиярдан әрең дегенде уәдесін алдым. Оған қарсы болмаңыздар, өтінемін. Қызым, мен үшін анашым, өтінемін. Сәбиің мейірімнен кем болмайды. Біз бармыз, өз әжесі бар, әкесі бар. Бұл менің соңғы тілегім. Орындай алмайсыз ба? Уәде беріңіз. Уәде беремін, қызым. Сен солай қыласаң, солай-ақ болсын. Айнұр анасын соңғы рет құшақтап, иіскеп жатқанын сезгендей, түні бойы анасын жібермеді. Анасы қызының шашынан сипап, иіскелеп жатып, көз жасын тоқтата алмады. Бұл түн анасы мен қызы үшін ауыр түннің бірі болды. Осылай бірнеше күн қоштасып қимастықпен үйіне оралды. Әке-шешесі артынан ботадай боздап қала берді. Жүктіліктің 8-ші айында Айнұрдың жағдайы тіпті нашарлап кетті. Қан құсып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Ауруханаға жеткенше жол бойы Құдайға жалбарынды. Аллам, сенен өтінемін. Маған аз күн ғана уақыт берші. Сәбиім толық жетілсін. Оның өмірге келуіне тым ерте емес пе? Менің жанымды алсаң ал, бірақ сәбиім өмір сүрсінші. Мен көрмеген қызықты көріп, менің жете алмай келе жатқан жетістіктеріме жетсінші. Өтінемін сенен. Сәбиім аман қалсыншы. Жалынамын. Бұл көрініс жедел жәрдем қызметкерлерін еріксіз жылатты. Бәрінің аузына құм құйылғандай, не айтарларын білмей абдырап қалды. Ажал жеткенде адамды ештеңеде, еш нәрседе аралшалап қалуы мүмкін емес екені бәрімізге белгілі. Дәрігерлер шұғыл ота жасап, ажалдан тек сәбиін ғана құтқара алды. Айнұр сәбиінің иісін бір рет болсын иіскей, жүзін көре де алмай, мәңгілік ұйқыға кетті. Ата-ана, бауырлары, сүйікті жары жылап қала берді. Анасынан айрылғанын сезгендей, дүние есігін ашқан батыр ұлы тоқтаусыз жылай берді. Перзентхананың жыламаған қызметкері қалмаған болатын. Бұл жағдай кейбір әйелдерге тәубесіне келуіне себеп болды. Қара жамылып қалған отбасын, анасын іздеген сәбиді құрметтеп, сән-салтанат, музыка не бір клоундарда бас тартты. Әншейінде у-шу, не бір паңқылдаған дыбыс, тізілген қымбат көліктер, әнші-бишіге толып тұратын перзентхана бүгін тып-тыныш. Сәби арнайы аппаратқа жатқызылып, 2 аптадай дәрігерлердің бақылауында болды. Бұл уақытта Мадияр өзінің борыштарын өтеп, жарын соңғы сапарға шығарып салып, өз-өзіне келе бастады. Ұлының есімін қайын атасы Бахтияр деп қойды.
ғұмыры бақытты да баянды болсын деген ниетпен. Өз үйіне келген сәбидің еш нәрседен хабары жоқ. Әрқайсысына қарап күлімдеп қояды. Анасы толғанайдың жүріп тұруы қиын болғандықтан, қарындастары әр апта сайын кезекпен келіп сәбиге қарайлап жүрді. Айнұрдың 40 күндік асы өткен соң, қайын атасы мен енесі қыздарының соңғы өтінішін орындау мақсатында Мадиармен ақылдасқанды жөн көрді. Мадияр, ұлым, қызымның жаны жай тапсын, оның тілегін орындайық. Екі жақ жабыла саған жақсы жар, немереме аяулы ана болатын қыз іздейік. Әке, мен олай істей алмаймын. Ренжімеңіз. Сенің уәден қайда? Еркек екі сөйлемейді. Анаңа қара, әрең жүріп тұр. Қарындастарыңның өз отаны, ата ене, бала шағасы бар. Сендерге қамқор болатын бір келін қажет. Маған да оңай емес. Тек қызымның соңғы қалауы осы болған соң амал нешік. Әке, сен маған күйеу бала емес өз ұлымдайсың. Саған еш ренжімейміз. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасауы қажет. Саған батамызбен ризашылығымызды бердік. Мадияр үлкендердің қалауымен қайта үйленуге бел буды. Тек ұлы үшін ғана бұл шешімге келді. Ұлым, егер үйленгің келмесе, жаның қиналса өзіңді мәжбүрлеме. Қиналсам да немереме қарауға қауқарым жетеді. Апа, ертеме кешпе соңы осылай болары белгілі. Ұлыма күтім қажет. Сіз де қиналып қалдыңыз. Соза берудің қажеті жоқ. Ал жақсы жар, ана болатын қызды табу қиын. Алаңдамаңыз, мен біреуді білемін. Ол кім? Кімнің қызы? Ауылдағы Бағдат ағаның қызы Жазира. Әй, әлгі 8 жылдан бері тұрмыста болып, бала туа алмай, қайын жұрты өздері әкеліп тастаған қызын айтасың ба? Есің дұрыс па? Өмір бойы бір баламен өтпексің бе? Апа, мен осы себепті сол қызды таңдап отырмын. Ертеңгі күні басқа елден тағы да сәби болғанын қаламаймын. Бақтияр мен өзінен туған балаларды бөліп жарары белгілі. Тыныш өмір сүргім келеді. Баламды біреу бөліп жарып ұрысқанына шыдай алмаймын. Балам-ау, 5 саусақ бірдей емес секілді, адамның бәрі бірдей емес. Апа, менің шешімім осы. Оның үстіне адам өзі жоғалтқан, қолы жетпеген дүниені ғана бағалай алады. Ол да қаншама жыл сәби сүюді армандап жүрді емес пе? Ұлыма сол ғана жақсы ана бола алады деп ойлаймын. Мадияр айтқанынан қайтпай, сәбиі мен анасын жетектеп, тікелей Жазираның үйіне барды. Әке шешесіне жолығып, әңгіменің тоқетерін айтты. Әкесі мен анасы аң-таң. Балам, білем, саған оңай емес екенін. Дегенмен, әйелің жақында ғана дүниеден өткен жоқ па? Мұның қалай? Неге асықтың? Көке, мен әйел іздеп жүргенім жоқ. Ұлыма ана іздеп жүрмін. Бұл әйелімнің өлер алдындағы соңғы тілегі. Өздеріңіз білесіздер, қызым жақында ғана тұрмыстан қайтып келді. Бірер ай бұрын сәбиін қолынан алып қуанып еді. Бірақ Алла қуанышымызды көп көріп, қайта алып қойған жайы бар. Қазір қызым өз сәбиін жоқтап, есінен адасардай болып жүр. Күндіз түні бөлмесінен шықпайды. Жылағаны жылаған. Сенің сәбиіңе қарамақ бұлай тұрсын, оның өзіне қарайтын адам қажет. Көке, менің де айтпағым осы. Сіздің қызыңыздың жан жарасын жазар сәби керек. Ал менің ұлыма ана қажет. Дәл қазір екеуі бір-біріне ауадай қажет. Іңгәлаған сәбидің даусын естіген Жазира бөлмесінен алып ұшып шыға келді. Мадияр мен анасымен аманшылық сұрасты. Мадияр аға, сәбиіңізді бір қолыма алсам болады ма? Әрине. Жазира бөбекті қолына алып, оған күлімдеп қарап, жүзі шырайлана кетті. Сәби де мәз. Мұны көрген жұрт Мадиярдың дұрыс шешім қабылдағанына көздері жетті. Екі жасты оңаша сөйлесуге жіберді. Мадияр аға, қазаның арты қайырлы болсын. Байғұс, жастай өмірдің қызығына тоймай кетті-ау. Әумин.
Саған да қайырлы болсын. Жазира, көп созбай, тоқ етерін айтайын. Менің саған үйленгім келеді. Не? Есіңіз дұрыс па? Мен олай жасай алмаймын. Білемін. Қазір қолайсыз уақыт. Бірақ анама қарайласатын адам қажет. Балама ана болатын жар іздеп жүрмін. Қазір сен де, мен де қиын кезеңді бастан өткізіп жатырмыз. Сенің де жаныңа жазылмаш жара барын білемін. Мүмкін сол жараны менің ұлым емдеп жазар. Сенің өте жақсы ана бола алатыныңа сенемін. Тек қағаз жүзінде ғана ерлі зайыптылар боламыз. Мүмкін уақыт емші демекші, уақыты келіп бәрі өзгерер. Мүмкін өзгермес. Ол жағы Аллаға аян. Ал қазір сен бізге, біз саған қажетпіз. Жоқ, ренжімеңіз. Жазира келісім бермей бөлмеден жылап шығып кетті. Келісімін ала алмай, Мадияр еңсесі түсіп үйіне оралды. Мадиярдың айтқан сөздері құлағынан кетер емес. Күлімдеген бейкүнә кіп-киттай сәбидің бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Бірнеше күн өткен соң, әлде бір беймәлім күш Жазираны Мадиярдың үйіне жетектеп барды. Сәбиді бір көруге ынтық болды. Қорған сыртында ішке кіруге жүрегі дауаламай ұзақ уақыт тұрып, кері қайтқалы жатқанда шыңғырып жылаған сәби дауысын естіп кете алмай үйге жүгіре кірді. Толғанай жұбата алмай әлекке түсіп жатыр екен. Дереу сәбиді қолына алып, жылағаны сап тиылды. Әлдилеп жүріп сүтін дайындап, бөтелкесіне құйып, емізіп еді, күлімдеп ұйқыға кетті. Өз ісінен аздап ұялып қалды. Толғанай әпке, кешіріңіз. Үйдің жанынан өтіп бара жатыр едім. Жылағанын естіп, шыдай алмадым. Неге кешірім сұрайсың, қызым? Керісінше, дер кезінде келгеніңе рахмет. Қызым, бұл бір белгі деп ойламайсың ба? Мен қанша алмассам да көндіре алмап едім. Сен қолыңа алғанда, оның қалай күлімдеген көрдің бе? Қызым, жақсылықтың ерте кеші болмайды. Көп созбай, келісіміңді берсең қайтеді. Жоқ, мені кешіріңіз. Жазира жүгірген бойы үйден шығып кетті. Өзінің неге келгенін, неге ол сәбиді көргісі келгенін өзі түсіне алмады. Үйіне барып көп ойланды. Күндіз-түні ұйқысынан айырылды. Ол сәбиді көруге деген құштарлығы күннен күнге арта берді. Ол үйге барып қалғанын өзі де байқамай қалатын. Ер адамға емес, сәбиге деген махаббаты оны тұрмыс құруға мәжбүр етті. Екі жақ келсе, Мадиярдың жеңгелері келіп, қызды үйінен алып кетті. Ешбір ән күйсіз, бейсіз, жай ғана туыстары жиналып шығарып салды. Мадиярдың үй іші де тойдың орнына құдайы тамақ беріп, аз-маз адам шақырып ас берді. Ауыл әйелдері жарыса өсектей бастады. Әйелінің өлгені кеше ғана. Құтыла алмай жүргенде екенді, дереу үйленіп алды. Ай, осы екеуінің арасында бұрыннан бір нәрсе бар ау шамасы. Айнұр дүние салған соң, Жазира да ажырасып келген жоқ па? Соны айтам ғой. 8 жыл жүріп, нақ Айнұр қайтыс болған соң ажырасқан айтам да, деген өсектер ел арасында тарап кетті. Бірақ олар сәбидің анасынсыз. Сәбиінен айырылған ана баласын аңсап қиналып жүргенін қайдан білсін. Толғанай не Мадиярды көрген бойда саусақтарымен шошайтып тұрып көрсетіп өсектейтін. Мадиярдың отбасы ондай сөздерге мән беріп елегенде жоқ. Ең бастысы сәбидің жайы болып, күндіз-түні балқып ұйықтайтын. Күнде Жазираның дене қызуы көтеріліп, қан қысымы жоғарылап кете берді. Күйзелістен болар деп дәрі ішіп жүргенмен, дәріде әсер етпей, дене қызуы тым жоғары көтеріліп кеткен соң, жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болды. Әйелінен айырылғалы Мадияр ауру атаулыдан қатты шошынып қалған болатын. Анасынан хабар естіген бойда алып ұшып ауруханаға жетіп барды. Дәлізде оның шыққанын күтіп отырды. Дәліздің арғы басынан келіншегінің қарасы көрінді. Жанына жүгіріп барып мән-жайды жанындағы дәрігерден сұрай бастады. Дәрігер, не болды? Не жағдай? Сіз жолдасы боласыз ба? Иә, айта беріңіз. Оның алаңдаулы жүзін көрген дәрігер күлімсіреп жауап берді. Мынадай қамқор ер азаматы бар, неткен бақытты жан едің сіңілім. Қорықпаңыз, қорқатын түгі де жоқ. Әйеліңіз сәбиін көбірек емізсін. Көкірегіне сүт толып қатып қалған. Майлап, уқалап,
артық сүтті сауып тастаңыз. Қазір дәрі жазып бердім. Сол дәрілерді алып ішсін. Мадияр аң-таң болып қалды. Жарайды. Екеуі жол бойы әңгімелесіп қайтты. Жазира, сәбиіңнен айырылғаныңды білемін. Бірақ бұлай боларын білмеппін. Неге айтпадың? Бұлай қиналғанша Бақтиярды емізе берсең болар еді ғой. Сіздерден ұялдым. Оның несі ұят? Керісінше, ананың сүтін ешбір зат алмастыра алмайды емес пе? Мен қуанып қалап едім. Рас айтасыз ба? Ашуланбайсыз ба? Жоқ, қуана келсемін. Олай болса, емізе берсем болады ма? Әрине. Жазира үйіне жеткен бойда көкірегін дымын қалдырмай сауып тастады. Қайта сүт толғанда қорқынышпен сәбиді емізіп еді. Сәби бірден аузын алып шөлпілдете еме кетті. Емізіп болғанша жылаумен болды. Нағыз аналық бақытты сезінді. Осындай бақытты бұйыртқан Аллаға шүкіршілік етті. Содан кейін Бақтияр мүлдем жасанды дүкеннің сүттерін мүлдем аузына алмай қойды. Жазира емізгелі күннен күнге балпақтай болып өсе берді. Жылау дегенді білмейді. Шекесі терлеп отырып еміп алады. Уақыт өте бере екеуі де бір-бірінен нағыз ана мен баладай бауыр басып қалды. Ұлына жақсы қарап күтіп баптаған үшін Мадияр көптеп сыйлық жасап тұруды әдетке айналдырды. Бірте-бірте екеуі де жақындап бір-біріне көңіл қоя бастады. Бір жылдай уақыт өтіп, әйелінің жылынан соң құдалық тойларын жасап, үлкендердің батасымен нағыз ерлі-зайыптылар атанды. Бақтияр анасын жақсы көргені соншама, кейде Мадияр ұлын Жазирадан қызғанып кететін. Алланың қалауымен Жазира жүкті болып, тағы да бір ұлдың анасы атанды. Бірақ өз ұлынан гөрі тұңғышы Бақтиярды қатты жақсы көретін. Сол күннен бастап Мадиярдың ойы түптеп өзгерді. Өгей ананың бәрі бірдей қатыгез бола бермейді. Аяулы ана бола алатынын түсінді. Аяулы ана деген атқа ие болды. Құрметті тыңдарман, соңына дейін қызыға тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды.